Айгүл ханым, осы сіз аягөзде болғасыз ба? Болдым. Қалай екен? Мен қыста болдым. Аяз. Қатып қалдым. Мен жазда болғам. Аяз, мен де қатып қалдым. Мүмкін қазір сахнаға шығатын аягөз құрама командасы өзінің әзілдерімен бізді жылтып жіберетін шығар. Аягөз құрама командасы! Дәнекер, жағдай қалай? Құрметті көрермендер, біздің әзіл румда, яғни әзіл бөлмеде әрине аягөз құрамасы. Жігіттер, қош келдіңдер. Жігіттер, мен естуімше, сендердің қойылатын көріністеріңе, қойылымдарыңа бір кісі көмекке келіпті. Егер жасырын болмаса кім? Білгім кеп тұр. Кім? Қайрат Байкенов! Қошемет, достар, қошемет! Қайрат Байкеновтың өзі. Жалпы, Қайрат, көңіл күй қалай? Керемет. Бүгін күшті әсер алдым өзіме. Неге? Көкшетау, Бурабай, бәріміз керемет әсерде жүрміз. Енді жалпы жігіттер, мен сендерге сәттілік тілеймін. Қайрат, сіз жігіттерге көмегіңіз мықты тиеді деген ойдамын. Сіздің қатысуыңызбен бұл жігіттер тамаша өнер көрсетеді деп мен сендерге сенемін. Рахмет. Жігіттер, рахмет. Айтыгеш Бурабай. Көреміз, аға жеңгесінің үйіне қызын таныстыруға алып келген жігіт. Бірақ бір қызығы, аға жеңгесі ол туралы ештеңе білмейді. Жаным, міне, мен тұратын жер осы. Жаным, аға жеңгем үйде жоқ екен. Мә. Жеңгемнің халатын киіп ал. Мен қазір келем, Жан, белдігі жоқ па наған? Неге? Мына халаттың белі түсіп кететін секілді. Түсіндер осы мән жайды, өзімде ешкім болмайды. Отырам түнде ойлап. Жаным, рахмет саған. Тез келдің ғой. Мен ешқайда кеткен жоқ па? Тух, қойшам, қобал жоқ тұрмын бүгін мен. Не үшін? Бүгін сен аға жеңгемен танысам ғой. Олармен 30 жыл болды ғой танысқанына. Сонда да ұят қой, қызық. Қайрат! Есің жи, ақмақ! Есің жи, мынауың кім? Танымайын? Танымайын. Сонда сен не танымайтын әйелді құшақтайсың ба? Халатын, сенің халатын киіп апты ғой. Менің 8.000-ды халатымды 8 шеш ана қалады. Апай, базарда 2-ақ мың теңге тұрады. Сенен ба, базарда. Мұнасы не сол? Мұна гүл үшін не айтасың, айтшы? Біздің свадьбамызға 30 жыл болды ғой. Свадьба деп орыс жерен бат дейші. 30 жыл болды дейді ғой. 30 жылда сыйламаған гүлді не? Бүгін сыйлағың кеп қалды ма сен не? Мұнадан қарағанда мен әдемі көрінем, о құдай ау. Мұнаның қай жеріне қызығып үстіп, беті горшок сияқты басына гүл өсіп кеткен ма не мұнаның? Қайрат, форматқа келмейтін әңгіме айтпа. Қайрат, сен кейін кезде телефоның кейде байланыстан тыс жерде. Уылдама! Қойшы сендер, надоел. Шаршадың, усталып кеттің. Шаршасаң дем алып ал. Қайрат, тоқта! Тоқта! Тасатпа, Қайрат. Жігіт болсаң тасатпа. Тасатпа, Қайрат! Сен екенсің ғой адам шошытып. Не, басқа біреу құшақтап жүр ма не? Жаңа ғана ағаң кеп құшақтап кетті. Ағам? Ағаң. Ренжіме, ол кісі өсіне қызық кісі да. Қызық болғанда сенен қарағанда уақыт өткізуді біледі екен бірақ. Қойын, ренжіме. Жарайды, ренжімеймін ғой. Жібер қайыным, ағаң тоқалын жібер. Ағаң тоқалын жібер. Түсінбейді.
Жеңге, сіз дұрыс түсінген жоқсыз. Бұл мен сүйген қызым. Үйге келін қылып алып келмекшімін. Үлгермей қалдың. Ағаң бірінші болып кіргізіп қойды. Ағам? Ағаң. Мен саған айттым ба? Үйленердің алдында шешесіне қарап қызын ал деп. Атаң басын әкесіне қарап жүрсің? Түрі ауыл ғой мынаның, Қойныш, жеңге, сізге не істесем де жақпаймын. Шәкіртақым үшін ғана тұрғып жатсыздар ғой мен. Кеттік жаным. Алтын қайны, әйел үшін дақтанса кетті. Болды, жыламайым. Жеңге! Ұрмай айтшы қыз. Не болды? Жеңге, мен үйге бүгін жігітімді алып келемін, сіздермен таныстырамын. Не сендерге біздің үй? Кіріп шыға беретін Қырғызстанның шекарасы ма? Ағаңды көрдің ба? Ағам ар жақта жүрген. Қайрош, кәке! Сиконай. Жан, не болды? Жан, мен жаңбырдың астына алып қалдым, суық болды маған бір. Жейде беш бір. Құрғақ. Ойбай, мына жейде. Жаным, жұлдыз боласың сен, ойбай. Жаным, мен тамақ ішкелейін, Тағы да ма? Ішкелейін де қойшы осы сендер. Жаным, Ау. ренжіп қалдың ба? Жоға, немесіне ренжеймін, далада 2-ақ сағат тұрдың ғой. Сен сонда далаға шығып кеттің ба? Иә. Жан, неме сен тамақ ішкен сен арықтайсың ба не? Сен жиі тамақ ішіпсің, жаным. Қошқа тұрасың, жаным. Шынымен ренжіген жоқсың ғой? Жоқ, неге ренжеймін жоқ, немеге ренжеймін мен? Немесе ренжеймін? Ей! Не істеп жатсың? Қайрат? Байтенов! Бұл көріністен шығатын қорытынды. Бір-біріміздің киімдерімізді ауыстырмайық. Жеке басының гигиенасын сақтайық, ағайын.